балаңыз бар ғой, балаңызды көшеде мына достарының арасында ешқашан сүмелек, маймыл деген сияқты неміз, ешак болмаса. Енді әркім әртүрлі ғой тілі. Болмаса достарының арасында пақ еткіз ұры жіберу деген нәрсе болмасын. Білесіз ба? Бала бар ғой, менің әкем деп жүрген бала бар ғой, достарының арасында әкесіге болған ұрса ше, жаман анау не қылады. Мен бұны бір-екі рет байқағамда бұрын. Бұның бәрі өмірден алынатын сабақ қой. Баланы кейбір кезде ұрысып жібересің ғой, кейін көңілі түсіп қалғанын байқайсың. Шын ренжиді бала дегенше. Біз аны өтірік маска киіп жүреміз ғой біз. Бұлар шынымен істейтін нәрсені. Сол үшін балдарымызды көшедегі достарының көзінше бар ғой, еш уақытта "өу" деген сияқты оны ұру жоқ. Жеке шақырып алыңыз. Жеке шақырыңыз. Балам, жүрші бері деп. Ұрасың ба, ана бөлмеңе апарды, ұрасың ба, басқа қылысың, өзің балаң ғой, өзің біл. Бірақ достарының алдында оның абыройын түсірмеңіз. Ана бізде не дейді? Қорқақ дейді ғой. Қорқақ, жасқаншақ бала дейді ғой. Жасқаншақ бала өседі. Сол достарының көзінше әкесі ұратын балдар бар ғой, солар көбінесе жасқаншақ болып өседі. Неге? Олар аналардың алдында отырып бұлай уверен сөйлей алмайды. Өйткені, сен қойшы деп бұны басып тастайды да. Сен кім екенін білеміз ғой, сен әкең кім екенін, менің әкем деп сөйлей алмай қалады да. Жасқаншақ болып өседі осы балдар.